Ассалаумағалейкум қыздар, бүгін біз сіздермен американдық шоколадты печенье жасайтын боламыз. Видеоны қарамас бұрын подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Алдымен қыздар, барлық керекті заттарды дайындап аламыз. Бізге 160 грамм ұн қажет болады, 80 грамм май қажет болады, маргарин немесе сливочный масло алуға болады, 1 штук жұмыртқа, жылы болуы керек, міндетті түрде холодильниктен шығарған болсаңыз жылы суда жылытып алыңыз. 50 грамм қара шоколад керек болады, плиточный шоколадты алуға болады, 70 грамм сахар керек болады, яғни қант. Одан кейін жарты қасық разрыхитель, жарты қасық тұз және де қасықтың ұшымен кішкене ғана ванилин қажет болады. Ендеше печеньемізді жасауға кірісейік. Майымызды водяной баняда ерітіп аламыз. Толықтай ерігенге дейін водяной баняда ұстаймыз. Майымыз толықтай ерігеннен кейін үлкен ыдысқа салып, бір жұмыртқамызды салып, венчикпен араластырамыз. Сізге венчик болмаса, вилканың көмегімен де жасауға болады. Ары қарай қантымызды салып, толықтай қант ерігенге дейін араластырамыз. Тұзымыз бен ванилинімізді салып араластырамыз. Және де ұнға разрыхительді салып араластырып алып, одан кейін сеткіден өткізе отырып, жаймен қамыр илей бастаймыз. Алғашында лопатканың көмегімен араластырамыз. Себебі тесто сұйық болатын болғандықтан, ары қарай қоюлана түскеннен кейін уже қолдың көмегімен қамыр илей бастаймыз. Қамырымыз қолға жабыспайтын, жұмсақ болуы қажет. Бізге қажетті ұн 160 грамм, бірақ қолыңызға тесто жабысып жатқан болса, кішкене ғана ұн салып жіберіп, ары қарай қамырыңызды илей бересіз. Бірақ қамыр қатты болып кетпеуі қажет. Осындай қолға жабыспайтын, керемет жұмсақ тесто шығуы керек. Дайын болған қамырымызға шоколадымызды салып араластырамыз. Бұл жерде сіз осындай мен сияқты дайын шоколадты пайдалануыңызға болады, немесе плиточный шоколадты пышақпен турап қосуыңызға болады. Осылай барлығын араластырып алғаннан кейін, енді дөңгелек пішінде жасап, печеньеміздің пішінін жасайтын боламыз. Менде печенье дәл осылай жасағанда 13 штук шықты, негізі 15 штук жасауға болады. Печеньенің жасалу жолы өте оңай болғандықтан, пешті алдын ала қыздырып қойыңыз. Бұл міндетті түрде 180 градуста қыздырып алыңыз. Қыздырылған пешке 180 градуста 15 минутқа пісіріп аламыз. Мінекей қыздар, біздің американдық шоколадты печеньеміз дайын болды. Тез әрі өте дәмді. Бұл печеньелерді үй жағдайында жасап жеген 2 есе дәмдірек болады. Сіздермен бірге болған Тоқтамысова. Рецепт ұнаса подписка жасап, лайк басуды ұмытпаңыз. Сіздердің қолдауларыңыз мен үшін өте маңызды. Ас болсын.